Қайырлы күн достар, мен есім Балжан. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын горох сорпаның рецептімен бөлісемін. Соңына дейін қараңыздар. Алдымен бір пиала горохымызды жақсылап жуып аламыз. Ыдысымызға суымызды құйып, газымызге қойып қоямыз. Суымыз қайнағаннан кейін горохымызды салып, 10 минуттай қайнатып аламыз. Горохымыз дайын болам дегенге дейін керек заттардың барлығын турап, қуырып алатын боламыз. Ол үшін бізге ет, пияз, сәбіз және картошка қажет болады. Барлығын алдын ала осылай турап алдым. Енді қазанымызды отымызға қойып, үстіне май құямыз. Майымыз қызғаннан кейін барып, алдымен етімізді салып, қызарғанша қуырып аламыз. Етімізді қызартып қуырып алғаннан соң, оның үстіне пиязымызды салып, тағы да қызарғанша қуыратын боламыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Пиязымызды қызартып қуырып алдық. Енді оның үстіне сәбізіміз бен картошкамызды салып, тағы да кішкене қуырып аламыз. Картошка мен сәбізімізді ұзақ уақыт қуырмаймыз, 5 минуттай қуырсақ жеткілікті. Содан кейін мен горох сорпаны қызарту мақсатында икра қостым. Кез келген томат немесе помидор қоссаңыздар болады. Қосып, оны да тағы кішкене араластырып аламыз. Барлық қуырылатын затты қуырып болғаннан соң, үстіне суымызды құйып, қайнағанша күтеміз. Суымыз кішкене қайнайтын уақытта үстіне горохымызды салып, горох піскенше қайнатамыз. Сорпамыз қайнап шыққаннан соң, оның үстіне дәміне қарай тұз және де приправа саламыз. Енді горохымызды жай отта горохтарымыз езіліп піскенше қайнатып аламыз. Мінекей, осымен біздің горохымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, және өте тез дайындалады. Өз отбасыңызды дәмді тағамдармен қуанта беріңіздер, және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.